Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Есімім Мадина. Бүгін сіздермен киімдегі кетпейтін дақтарды күшті бір әдіспен кетіретін боламыз. Осындай балалардың киімінде дақтар пайда болады. Тамақ жеген кезде үстеріне төгіп алады, орнында дақ қалып жатады. Біз соларды кетіре алмай жатамыз. Стиральный машинаға салсақ та кетпейді, қолмен жусақ та кетіре алмай жатамыз. Енді сіздерге бір күшті бір әдісті көрсететін боламын. Сол дақтарды 100% кетіретін боламыз. Мінекей мына киімді қараңыздар. Алдында және осылай дақтар тұр, көрдіңіздер. Ал мына екінші киімде ақ полоскаға дақ деген сары дақтар. Мінекей қараңыздар. Қазір осы дақтарды кетіретін боламыз. Мына үшінші киімде қараңыздар, алдына сары дақ деген, соны қазір кетірудің жолын көрсетемін сіздерге. Алдымен бізге үлкен ыдыс керек болады. Сол ыдысқа порошок саламыз, 3 қасық порошок саламыз. 3 ас қасық. Отбеливатель қосамыз. Осындан бізге 4 ас қасық керек болады. 4 ас қасық саламыз. Және 1 ас қасық сода саламыз. 4 ас қасық сұйық май. Үстіне жаңа киімдерімізді салып, үстінен қайнаған су құйып, 10 минут немесе 20 минут қайнатамыз. Мен 20 минут қайнаттым. Баяу отта қайнатамыз. Көресіздер, киімнің дағына қарай. Бетін жауып, 20 минут баяу отта қайнатамыз. Егерде киімде дақ көп болған жағдайда, қатты дақ болса, енді киімдеріміз, сол кезде қайнаған суда бір түнге қалдырып, сосын барып стиральный машинаға ертесіне салып жусаңыздар болады. Стиральный машинада 30 минут жуамыз. Мен сразу салып жудым. Міне қараңыздар, жаңағы дақтарымыз 100% кеткен. Мына мойын жанында алдында дақ бар еді, және де мына жердегі дақтары бәрі кетіп қалды. Міне қараңыздар, алдында қалай болған, қазір бәрі кеткен. Мына екінші киіміміз, қараңыздар, мына жерінің бәрі дақ еді жаңа. Мінекей, бәрі кетті. Мінекей қараңыздар, үшінші киімде алдында дақ болған еді, ол да 100% кетті. Егер де сіздерде дақтарды кетіре алмай жатсаңыздар, дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Қыздар, видео ұнаса лайк басып, қазақ тілі контентінің әрі қарай дамуына өз үлестеріңіз қосып, менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар.